түшкіргенде, жөтелгенде, зәріңіз шығып кетіп жатса, қайта-қайта жиі кіші дәретке барып жатқан болсаңыз, осы видеоның соңына дейін қараңыз, сізге үй жағдайында қалай емдеу керектігін айтатын боламын. Бірнеше себептері бар. Біріншісі, ол табаннан өткен суық, жатырдағы, қуықтағы суық, соларды шығару керек болады. Екіншісі, ол әйел кісілерде жатырдың төмен түсуі. Төмен түскеннен кейін қуыққа салмақ түседі, сосын сіз аз-аздан жиі кіші дәретке баратын боласыз. Соны дұрыстау керек болады. Үшіншісі, ол балаларда энурез. Энурездің тоже бірнеше себептері бар. Бірінші себебі ол қуықтағы воспаление, екіншісі психологический нарушение, және де гормон нарушениялардан болуы мүмкін. Үй жағдайында қалай емдейміз? Ең алдымен осындай ермешөпті алып, осыны қайнатып, аяғымызды, табанымызды ванна жасаймыз. 10 күн бойы осыны жасайсыздар, күніне бір мезгілден, және де осындай бальзамменен табаныңыздан бастап қолыңызға дейін массаж жасайтын боласыз. Осыны ваннамен, осы массажды күнделікті жасайтын болсаңыз, 10 күн жасайтын болсаңыз, 100% нәтиже болады. Емделесіз. Себебі мен өзімнің көптеген клиенттерім осыдан емделді. Өзімде де сондай нәтиже болды. Сол үшін сіздерге кеңес берем, осыларды қолданыңыздар. Егер де тегін консультация керек болса, астына номер қалдырамын, сол номерге жазсаңыздар болады. Қандай